Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ірімшік қосылған булочки немесе ватрушки с творогом дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Алдымен бізге ұн, тұз, қант, дрожжи, жылы сүт және еріген сары май қажет. Алдымен ұнымызды ашып, үстіне жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін рет-ретімен барлық затты осы сүттің үстіне құйып шығамыз. Түгел бәрін рет-ретімен қосқаннан кейін жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Араласқаннан кейін ары қарай қолмен араластыру арқылы жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Міндетті түрде жұмсақ қылып илеңіздер. Егер де рецепт бойынша жазсаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ болуға тиіс. Видеоны көріп отырған кезде каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыз. Міне бізде қамырымыз илене бастады, жұмсақ болу қажет. Сол кезде сіздің булочкаларыңыз әдем болып көтеріледі. Енді осы қамырдың бетін жауып 45 минутқа қоямыз. Мінекей бізде қамырымыз көтерілді, 45 минут уақыт өтті. Енді осы қамырымызды ұнның көмегімен екі бөлікке бөліп, булочкаларымызды жасай бастаймыз. Барлығы бірдей болу үшін негізі весімен өлшеген дұрыс. Осылай кесіп алып, дөңгелектеп шығамыз. Және осы дөңгелектегеннен кейін бетін орамалмен жауып, 5-7 минутқа қалдырамыз. Сол кезде қамырымыз тағы да көтерілетін болады. Қамырымыз дайын болғанша ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ірімшік, яғни творог және қант және осының үстіне жұмыртқа қосып жақсылап араластырып шығамыз. Араластырғаннан кейін бізде осындай масса шығады. Енді ортасын дөңгелету үшін мен осындай зубочистканың астыңғы жағын пайдаландым. Әрине қолмен басса да болады, бірақ менде форма барлығы бірдей болу үшін осылай жасадым. Кейбір адамдар стаканның астымен де жасап жатады, бокалдардың. Бізде қамырымыз дайын және салмасын салуды бастаймыз. Жан жағын жұмыртқаның сарысымен майлап шығамыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салыңыздар. 180-200 градуста 20-25 минутта пісетін болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей бізде пісті, өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.